Ағылшын тілін тегін үйрену курсы. Lesson 28. Үш шақты салыстыр. Present simple of to be, present simple and present continuous. Present simple of to be шағындағы сөйлем. It is a hospital. Бұл аурухана. Бұл сөйлемде іс-қимыл әрекет етістігі жоқ. Жүгіріп жатыр, секіріп жатыр, ұйықтап жатыр деген. Бұл жерде тек қана жаңағы is көмекші етістігі бар. It is a hospital. Present simple of to be шағындағы сөйлем. Your name is Julia. Оның аты Julia. She's a doctor. Ол дәрігер. Present simple шағындағы сөйлем. Julia works in this hospital. Julia осы ауруханада жұмыс істейді. Бұл жерде етістікке S жалғауы жалғанып тұр. Өйткені Julia үшінші жақта. Julia works. Present continuous шағындағы сөйлем. Julia is working now. Julia қазір жұмыс істеп жатыр. Яғни бұл жерде іс-әрекет дәл қазір болып жатыр. Бұл сөйлемде бастауыштан кейін is көмекші етістігі қолданылған және етістікке ing жалғауы жалғанған. It is rainy. Жаңбырлы. Яғни бүгін жаңбырлы деген мағынада. It is rainy. It rains a lot in spring. Көктемде жаңбыр көп жауады. Бұл факт. Яғни факты айтқан кезде біз жалпы present simple шағын қолданамыз. Көктемде жаңбыр көп жауады. It rains a lot in spring. It is raining now. Дәл қазір жаңбыр жауып тұр. It is raining now. Қазір жаңбыр жауып тұр. Яғни іс-әрекет дәл қазір болып жатқан кезде біз present continuous шағын қолданамыз. Continuous деген кезде етістікке ing жалғауы жалғанады деген сөз. It is a lunch box. Бұл түскі ас қорабы. Бұл present simple of to be шағында. John always has lunch at work. John әрдайым түскі асын жұмыста ішеді. Әрдайым ішеді жұмыста. Яғни іс-әрекет күнде қайталанады. Оның күн тәртібі сондай, ол жұмыста түскі ас ішеді. Яғни біз ол кезде present simple шағын қолданамыз. John is having lunch. John түскі асын ішіп жатыр. Іс-әрекет дәл қазір болып жатса, present continuous шағын қолданасыздар. She is a teacher. Ол мұғалім. Her name is Jane. Оның есімі Jane. Jane teaches English. Jane ағылшын тілін үйретеді. Яғни ол оның мамандығы, ол ағылшын тілін біледі және оны үйретеді. Күнде балаларға үйретеді, Бұл present simple шағында тұрған сөйлем. Яғни teach'тан кейін es жалғауы жалғанып тұр. Өйткені Jane бір адам. Jane is teaching now. Jane қазір үйретіп тұр. Дәл қазір Jane үйретіп тұр. Нені? Ағылшын тілін, Білесіздер, ол ағылшынша біледі және ағылшын тілін үйретіп тұр. Дәл қазіргі болып жатқан іс-әрекет туралы айтқанда,
present continuous шағын қолданасыздар. It is tea. Бұл шай. Бұл не? Бұл шай. It is tea. My grandma drinks tea, not coffee. Менің әжем шай ішеді, кофе емес. Яғни бұл жерде күнделікті не істейді, я? Сол туралы айтқан кезде present simple шағын қолданасыздар. Күнделікті іс-әрекет, факт, немесе әдет туралы айтқан кезде. My grandma is drinking tea at the moment. Менің әжем дәл қазір шай ішіп отыр. Дәл қазіргі әрекетті айтқан кезде біз present continuous шағын қолданамыз. Іс-әрекет дәл қазір болып жатыр. Practice. Практика. What tense is it? Бұл қай шақ? I'm in the supermarket. Мен супермаркеттемін. Yes, you're right. It is in present simple of to be. Бұл present simple of to be шағында. I am in the supermarket. Мен супермаркеттемін. Мен қайдамын? Мен супермаркеттемін. What tense is it? Бұл қай шақ? I am buying some food. Мен тамақ сатып алып жатырмын. Good job. This sentence is in present continuous. Дұрыс жауап. Бұл present continuous шағында. I am buying some food. Яғни to be plus verb ing. What tense is it? Бұл қай шақ? I buy food every Wednesday and Saturday. Мен әр сәрсенбі мен сенбі тамақ сатып аламын. Excellent. It is in present simple tense. I buy food every Wednesday and Saturday. Яғни әр сәрсенбі және сенбі сайын тамақ сатып алу бұл күнделікті қайталанатын іс-әрекет болғандықтан ол present simple шағын қолданамыз. Яғни subject plus verb.